Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда әр үй шаруасындағы әйелдерге таныс үнді шөбі куркуманың пайдасы мен зиянды тұстарын айтамыз. Ежелгі Қытай емшілері куркуманың пайдасы туралы бірінші болып білді. Олар оны іс жүзінде қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын құрал ретінде қолданды. Ғалымдар дәмдеуіш метаболизмді ынталандыратынын және холерикалық әсер ететіндігін, бактерияға қарсы қасиеттері туберкулездің дамуын тежеуге жеткілікті екендігін дәлелдеді. Дәмдеуіштің құрамында куркуминнің табиғи бояуы бар. Зат қатерлі ісік жасушаларын сау мүшелер мен тіндерге зиян келтірмей жояды. Куркума күйіктер мен жараларды емдеу үшін қолданылады. Құрметті көрермендер, арнамызда біршама адам тіркелмей көреді екен. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта асыл қазынамыз қарттардың бойындағы аурулармен күресіп, алдын алу жайлы көптеген видеолар шығады. Куркуманың пайдалы қасиеттері меланоманың дамуын және қазірдің өзінде қалыптасқан жасушалардың жойылуын бәсеңдетеді. Қуық асты безінің қатерлі ісігінің алдын алу, мидағы амилоидтың білешектерді жою, лейкоздың алдын алу, онкологиялық аурулар кезінде метастаздарының пайда болуын алдын алу, склероздың дамуын бәсеңдету, дене салмағын тұрақтандыру, депрессия белгілерін жою, артрит кезінде қабынуға қарсы әрекетті қамтамасыз ету, қатерлі ісіктердегі қан тамырларының өсуін бәсеңдету, экземия, псориоз және фурункулозбен қышуды жою, жараның жазылуын жеделдету секілді көптеген ауруларды емдеп алдын алады. Куркуманың ерекше қасиеттері дәстүрлі медицинада да қолданылады. Ол жаралы колитті, өт тас ауруын, семіздікті және жұқпалы гепатитті емдеу және алдын алу үшін қолданылады. Шырынға, коктейльге немесе тағамға қосқан кезде куркума ас қорытуды жақсартады және майлы және қантты тағамдарға деген құштарлықты төмендетеді. Арықтауға арналған рецепт. Нәтижеге жету үшін куркума таза күйінде тұтынылмайды, бірақ басқа өнімдермен араласады. Жарты литр суды қайнатып, 3 ас қасық шай, 3 ас қасық имбир, 3 ас қасық бал және 4-тен 1-індей кішкене қасық куркума қосыңыз. Дайын қоспаны суытып, сүзіп алған соң, жарты литр айран қосып, кешкі астың орнына ішіңіз. Буын ауруларын алдын алып, емдеу үшін алтын түсті куркума пастасын дайындауыңыз керек. Ол үшін 1 ас қасық бал, 3 ас қасық сарымсақ, 3 ас қасық ұнтақталған қалампыр мен 1 ас қасық имбир қосып, барлығын жақсылап араластырыңыз. Дайын қоспаны 3 апта бойы уыныңызға жағып жатыңыз. Шашқа арналған рецепт. 2 апельсин шырынын, 1 алма селлюлозасын, 1 бананның жартысын және аз мөлшерде куркума қосып, жақсылап араластырыңыз. Блендердің көмегімен араластырғаныңыз дұрыс. Содан соң дайын қоспаны таза жуылған дымқыл шашқа жағып, жарты сағат ұстаңыз. Содан соң шашыңызды жуып тастасаңыз болады. Бұл қоспа сіздің шашыңызды нығайтып, жылтырлатады. Бауыр ауруларын емдеп алдын алу үшін 1 ас қасықтың 4-тен 1-індей куркумаға су мен бал қосып, қоспаны ерітіп ішіңіз. Осылай күніне 3 рет қайталаңыз. Куркума иммундық жүйені керемет ынталандырады және дененің ауруға төзімділігін арттырады. Осыған байланысты рецепт ұсынсам, күніне 1 рет 1 стакан жылы сүтке куркума салып ішіңіз. Иммунитетіңізді көтереді. Тамақтың ауырсынуына ем. Ол үшін ең алдымен 8 грамм куркумаға 8 грамм тұз салып, 1 стакан жылы суға барлығын араластырыңыз. Дайын қоспаны тамағыңызды шаю үшін қолданыңыз. Бұл қоспа ауырсынуды керемет түрде жояды және дезинфекциялайды. Куркуманы қолдануға болмайды. Бірінші триместрдің жүктілік кезінде, қан сұйытылатын дәрілерді қабылдау кезінде, созылмалы ауруға арналған диабеттік дәрі-дәрмектерді қабылдау кезінде, бөгелген өт жолымен өт тас ауруы кезінде, дәмдеуіштің ағзаға теріс әсерін анықтау қиын емес. Ол диарея, жүрек айну, қатты бас айналу және жалпы әлсіздік түрінде көрінеді. Дәрігерлер куркуманы мөлшерімен тұтынуға кеңес береді. Дозаны дұрыс қолдану пайдалы болады, ал оны асып кетуі ауыр зардаптарға алып келеді. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Асыл қазынамыз, ақылшыларымыз, қарттарымыздың, ата-әжелеріміздің аман болсын, аумин. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді қоғамды бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.